Көрсететін рецептіміз овощи по-кавказски деп атайды, овощная нарезка деп айтылады. Өте аз ғана продукты кетеді. Ол үшін бізге 2 огурцы, 2 помидор, 150 грамм брынза және де осындай тәтті бұрыштарымыздан бізге керегін алып қосамыз, және де ортасына біз көкөністер, зелень қойып шығамыз. Редискаларымызды тазалап, теркадан өтіріп, осындай суық суға сап қойсаңдар, солып қалмай тұрады. Біздің осындай овощный нарезкамыз дайын болды. Осылай әдемі дастарханға осылай қоя берсеңіздер.